Ассалаумағалейкум бауырлар. Бастаушы бухгалтер курсына қатысты маңызды ақпарат. Сіздерге негізі Google дискке және Mail.ru дискке курстың материалдарын жүктеп қойған болатынмын. Алайда бұл платформаларға сенімсіздік бар. Келешекте өшіп кетуі де мүмкін. Сол себепті сіздерге қосымша түрде ВК-дан арнайы группа ашып қойдым. Бастаушы бухгалтер деп аталады. Сілтемесін видеолардың астына міндетті түрде қоямын. Сол сілтеме арқылы өтіп, осы топқа тіркеліп алыңыздар. Және видеоның астында мына жерде міне курс материалдарын толық барлығын жүктеп қойдым. 2 гигабайтқа жуық жалпы салмағы. Осыны жүктеп алып, жаңағыдай архивтан шығарып, мына жерде несін форматын кішкене өзгерту керек болады. Қазір түсіндірем. Одан кейін архивтан шығарып, ішіндегі материалдарын пайдаланасыздар. Мысалы, сіздерге лайфхак, қалайша ВК-ны диск ретінде, Google диск немесе Mail дискті алмастыру мақсатында қалай тиімді пайдалануға болады. Мысалы, файлды жүктеп алғаннан кейін, ол негізгі форматы мынадай болады. Мынадай форматта болады. Яғни ВК негізі RAR файлдың өзін, егер файлдың салмағы өте ауыр болса, онда ВК жүктемейді, қате шығады. Сол себепті ВК-ның алгоритмдарын алдау үшін мен файлдың форматын осылай қылып өзгерттім. Сіздер жүктеп алған кезде дәл осындай болып тұрады. Мен негізі бұны RAR форматқа айналдырғанмын, бірақ соңында нүкте дат деген жазуды қостым. Себебі үлкен салмақты RAR файлдарды ВК-ға жүктеу мүмкін емес. Сол себепті ВК-ның алгоритмдарын алдау үшін мен жаңағы соңына дат деген сөзді қостым. Сол себепті сіздер алдыменен мұнда соңындағы дат деген сөзін өшіріп тастауларыңыз керек. RAR-ды қалдырасыздар. Мінекей RAR форматқа ауысты. Енді барып осыны извлечь жасау керек. Мысалы, ішіне кіресіздер, 2 рет басып, одан кейін барып извлечьті басасыздар. Окей. Ішіндегі бүкіл файлдары ашылады. Мінекей қазір ғана извлечь жасалды. Енді ішіне кіресіздер, одан кейін міне бүкіл файлдар барлығы бар. Дәл сол секілді жаңа базаның ішіне де кіріп, жаңағыдай извлечь жасайсыздар. Одан кейін барып бүкіл файлдары ашылады. Содан кейін қолдана берсеңіздер болады. Сол себепті міндетті түрде ВК-дағы группаға тіркеліп алыңыздар. Егер болашақта Google диск, Mail дисктағы файлдар өшіп кететін болса, ВК-дан өше қоймайды.